Баршаңызға сәлем. Бүгін ас арнасында таңқурайды қайнатпай тосап жасайтын боламыз. Бірақ менің каналыма тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Себебі алдағы уақытта әлі талай рецепттермен бөлісетін боламын. Алдымен таңқурайды ағып тұрған судың астында жақсылап шайқап жуып аламыз. Ет тартқышты қосып, үстінен таңқурайды сала отырып, майдалап турап аламыз. Бізде осындай бір келкі әдемі масса шығады. Осы массаның үстінен бірге бір қант саламыз. Яғни менде бүгін 7,5 килограмм таңқурайдың үстінен 7,5 килограмм құмшекер салып, жақсылап араластырамыз. Құмшекер ерігенше әр жарты сағат сайын араластырып тұру қажет. Еріп болғаннан кейін алып, кез келген ыдысымызға осылай құйып, мұздатқышта сақтаймыз. Егер тоңазытқышқа қойып сақтайтын болсаңыздар, таңқурайымыз ашып кетеді. Таңқурайдан жасалған тосапты қыстың күні суықтап қалған кезде ыстық шаймен араластырып ішсеңіз өте пайдалы. Ас болсын.